2050 жылға қарай жасыл экономика шеңберіндегі жаңғыртулар ішкі жалпы өнімді қосымша 3%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек осы бағытты жетілдірудің нәтижесінде елімізде 500 миллионнан астам жұмыс орнын ашу көзделген. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифинг барысында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров мәлімдеді. Министр жуырда қабылданған Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамасымен онда көрсетілген негізгі жұмыс жоспарларымен жиналғандарды таныстырып өтті. Қапаровтың айтуынша, жасыл экономикаға көшу үшін қажетті инвестициялар көлемі жыл сайын ішкі жалпы өнімнің шамамен 1%-ын құрайтын болады. Яғни бұл 3-4 миллиард ақш долларына тең көлемдегі қаржы. Жасыл экономикаға көшу үшін ел алдында тұрған басты міндеттер ол табиғи ресурстардың тиімділігін арттыру, инфрақұрылымды жаңғырту, жетілдіру, қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл орайда санитарлық жағдайға баса мән беріп, тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жұмысын жандандырудың орны орасан. Концепция еліміз үшін қалдықтарды өңдеу секторын құруды негіздейді. Оның халықты жұмыспен қамтудағы әлеуеті үлкен. Қалдықтарды өңдеу саласының нысанды индикаторлары мынандай. 2030 жылға қарай елді мекендерде тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару және санитарлық сақтау үлесі 95% көлеміне жеткізіліп, оларды өңдеу үлесі 2030 жылы 40%, ал 2053 жылы 50%-ды құрау керек.